Барлығына жыбы келіп жүрген тақырып. Ол Исатай мен Махамбеттің көтерілісі. Исатай мен Махамбеттің көтерілісі болған уақыт 1836-1838 жыл. Көтеріліс кезіндегі хан болған тұлға ол бізде Жәңгір хан, салқам емес. Көтеріліс кезінде Исатай мен Махамбетті жазалау үшін құрылған отрядты басқарған тұлға бізде Гекке, қазақ емес, казак. Дәл осы Жәңгір мен казак Гекке қосылып Исатай мен Махамбетпен шайқасады. Ол шайқастың аты Тастөбе шайқасы. Тастөбе шайқасы қай жылы, қай күні болды деп ОБТ-да келетін болса, ол 1837 жыл 15 қараша. Естеріңізді сақтап алыңыздар. Бұл шайқаста Исатай мен Махамбет жеңіліп қалды. Және дәл осы Исатай мен Махамбеттің Жәңгір және Геккеге қарсы соңғы шайқасы болған шайқастың аты Ақбұлақ шайқасы. Бұл сөздерде ОБТ-да жыбы келеді. Ақбұлақ шайқасының болған уақыты 1838 жыл 12 шілде. Кім жеңді? Әрине Жәңгір мен Гекке. Өкінішке орай Исатай мен Махамбет жеңіліп қалды. Болды. Егер түсіндіру ұнаған болса, комментарийға келесі қандай тақырып керек жазып кет. Және лайк, подписка жасауды ұмытпа.